Мен Сұлтан Айтжан Маратұлы, Түркістан облысы Қазығұрт ауданы еңбекші жалпы білім беретін мектебінің 9 сынып оқушысымын. Менің жұмысым бағыты құрылыс және смарт инфрақұрылымдар. Менің жұмысым мақсаты Қазығұрт ауданын туристік ортаға айналдыру және де Қазығұрт өңірін табиғат сақтай отырып, заманауи технологиялармен үйлескен эко-қаланы құру. Біз жобамызда көлік жүйесіне ерекше көңіл аудардық. Солардың біріншісі ол автожол. Автожол ол халықтардың еркін қарым-қатынас жасауға мүмкіндік береді. Екіншісі бізде темір жол. Ол жақын арақашықтағы ауылдарды бір-бірімен байланыстыру үшін осы жобаға кірген болатынбыз. Үшіншісі бізде электрлі пойыз. Ол экологиялық таза көлік түрі. Оны біз экологияның таза болуы үшін заманауи технологиялар ретінде жасаған болатынбыз. Болашаққа ұмтылған ұрпақ өз тамырын ұмытпау керек. Солардың негізі киіз үйлер деп санаймын. Себебі киіз үй қазақтың ұлттық құндылықтарының бірі болып саналады. Егер де шет елдерден туристер келіп көретін болса, қазақ халқының ұлттық құндылықтарын көру керек деп санаймын. Сонымен қатар біз заманауи технологиялардың элементі ретінде осы жұмысымызға QR-кодты енгіздік. Біз бұл QR-кодқа Қазығұрт тауының қысқаша мәліметтерді жинақтаған болатынбыз. Адамзаттың тал бесігі Қазығұрт тауы. Бүкіл қазақ баласы басында Қазығұрттың кеме қалған. Ол әулие болмаса неге қалған деп керемет көрген қасиетті жер. Бізде екінші QR-кодты сканерлеген кезде Қазығұрт ауданындағы кішігірім ауылдарға маршрут көрсетіледі. Бізде бірінші бекет Еңбекші, екінші бекет Қызылдала, үшінші бекет Амангелді, төртінші бекет Рабат, бесінші бекет Атбұлақ, алтыншы бекет Қыдырманбет, жетінші бекет Жіңішке, сегізінші бекет Қаратас. Осы ауылдар арқылы пойыздар жүре алады. Бұл аспалы жол екі тауды байланыстыратын негізгі жолдардың бірі болып табылады. Көріп тұрғандарыңыздай осы баспалдақтар арқылы шығып Нұх пайғамбардың кемесіне жақынырақ бара аламыз. Біз тек қана бұл жұмыста жол қатынастарын ғана емес, сол жолда орналасқан жарықтарды қалайша жеткізу керек екенін ойластырдық. Бұл жел генераторлар арқылы біз осы аймақта орналасқан ауыл аймақтарға жарық жеткізе аламыз. Қорытындылай келе Қазығұрттың ұлттық құндылықтарын сақтай отырып, туристік ортаға айналдыру және де жаңа эко-қаланы құру.